Барлығыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен өте дәмді, өте нәзік болып шығатын вупи пай пирожныйын дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Қамырын дайындау үшін бізге сармай, шоколад, жұмыртқа, қант, ұн, қопсытқыш және де какао қажет. Барлық құрамын видеоның астына жазып қоямын. Ең алдымен сармай мен шоколадты ерітіп аламыз. Мен әрдайым Қазақстан шоколадын пайдаланамын. Осылай ұсақ бөліктерге бөліп сармайға саламыз. Енді осы массамызды ыдысқа су құйып, ысытып үстіне қоямыз. Толықтай ерітеміз және де араластырып тұруды ұмытпаймыз. Әзірше еріп жатқанша жұмыртқа мен қантты араластырып қоямыз. Енді жұмыртқаны саламыз. Үстіне қантымызды салып, жақсылап миксерлейміз. Шамамен 3-4 минуттай біздің массамыз көпіріп ағарғанша. Міне масса осылай ағаруы тиіс. Енді шоколад пен сары майымызды құямыз. Міне массамыз толықтай еріді. Енді шығарып 30-40 секундтай кішкене ұстап суытып құямыз. Мен 30-40 секундтай суыттым. Енді массамызды құйып, жақсылап бірден араластырамыз. Шоколадты массаны құйғаннан кейін бірден араластыру міндетті. Өйткені жұмыртқамыз пісіп қалуы мүмкін. Ал енді електен өткізілген ұнның үстіне какао мен қопсытқышты қосып, осы ыдыстың ішінде араластырып аламыз. Массамызға кішкене бөліктен қоса отырып, жақсылап миксерлейміз. Қамырымыз да дайын болды. Міне осындай болып шығуы тиіс. Енді дайын массамызды кондитерлік мешокқа саламыз. Енді тефлоновый коврикке вупи пай пирожныйлардың формасын шығарып құйып аламыз. Дайын болған пирожныйларымызды қызып тұрған пеште 150 градуста 25 минуттай пісіреміз. Пирожныйларымыз да пісті. Мен 5-10 минут суыттым. Енді алып ыдысымызға саламыз. Кремін жағу оңай болсын деп, өзіме осылай дайындап қойдым. Енді кремін дайындаймыз. Ыдыстың ішіндегі кілегейіміз міндетті түрде 33-35% болуы қажет. Менің қолданған кілегейім 35%. Кілегейді кішкене қоюланғанша миксерлейтін боламыз. Міне шамалы қоюланған кезде қант ұнтағын саламыз. Содан соң сүзбелі ірімшікті саламыз, яғни творожный сыр. Оны да жақсылап араластырамыз. Міне креміміз дайын болды. Енді кондитерлік мешокқа саламыз. Пирожныйларымыздың арасына кремімізді жағып, осылай жинайтын боламыз. Пирожныйларымызды жинап болдық. Енді шоколадты ганажымызды жағамыз. Шоколадты ганажды алдындағындай шоколад пен майды суға ертіп аламыз.
Міне вупипай пирожныйларымыз да дайын болды. Әрлеу жағы өз еркілеріңізде. Мен үстіне таңқурай қойып шықтым. Міне вупипай пирожныйларымыз дайын болды. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.